Жақсы, тамаша. Ол мен Семей қаласында отан алдындағы борышымда әскерде жүргенде жазылған өлеңнің бірі екен. Кеше қандай өлең алып келсем болады деп қарап отырып, осы өлең өзіме ұнады. Мына менен айваңды асырсаң да, бейнеңді бөтен болып жасырсаң да, аппақ ай боп аспанда жанып тұрып, майда бөлшекке шашылсаң да, қара аспанның ішінен іздеп тауып өзгелерден сақтап қалам жүрегіме жасырсам да, өзің көр, қалай енді қинасаң да, өз еркің оңды солды мыйласаң да, мен сенің тағдырыңа кіріп алам, тармағына сыймасам да, жұп жұмыр жүрегіме сақтап қоям, жамандық сыйласаң да. Көлеңкелер ішіне құласаң да, жалынып, жалбарынып сұрасаң да, өзге жанды сүй мейлі, ұнат мейлі, өзгеге ұнасаң да, мен сені жүрегіме сақтап қоям, өтініп жыласаң да. Тамшы болып, тынымсыз жосылсаң да, жұлдыздардың ішіне қосылсаң да, жасым болып жарқ етіп басылсаң да, мен сені өзгелерден сақтап қоям, көздеріне нұр болып шашылсаң да, мен сені бір адамға бере алмаспын, қатарына мейлі өзім қосылсам да. Бұл өлең бұл сағыныштың жетегінде туылған деп ойлаймын, өзім қазір ұмытып қалдық па. Расул мырза, енді сізге үлкен алғыс білдіре отырып, сұхбат соңында өзіңіздің тарапыңыздан бір